Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Мөлдір Әуелбекова да отбасыдағы зорлық-зомбылыққа қатысты жаңа заңға қарсы шыққан әртістердің қатарына қосылды. Өнер иесі бұл заң жобасы жанұялардың шырқын бұзатынын алға тартты. Мөлдір Әуелбекова ел арасында қызу талқыланып жатқан жаңа заң жобасына қатысты өз пікірін Instagram парақшасында жеткізген. Бүгінгі уайым бала-шағамыздың болашағы. Қатты талқыға салынып жатқан отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы заңға байланысты пікір-талас жай сол күйінде айтылып қана қалмаса екен. Қалыс қалмай, қол соғып аталмыш заңнаманың кейбір ұлтымызға өте қауіпті тармақтарын түсіндіріп жатқан заңгерлерге, шырылдап жатқан белсенділерге рахмет. Әлі де бұл отбасы отанымыздың шырқын бұзатын заң тармақтарын естімей қалып жатқан, қарсылық білдіріп үлгермей жатқан жандар қаншама. Бұл заң дәл осы тармақтармен қабылданса, құрдымға кетеріміз анық. Біз түбегейлі қарсымыз. Жаңа сайланған депутаттарға сенім артамыз. Билікке дүйім жұрт болған шырылымыз естіліп, жан айқайымыз еленер деген үміттеміз. Алла қаны таза, текті ұлтымызды сақтасын, деп жазды Әуелбекова.